Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Алматы облысы Панфилов ауданы Көктал ауылы мектепке дейінгі шағын орталығы бар Дінмұхамед Қонаев атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан тарихы пәні 11 сынып. Пән мұғалімі Қастеева Гүлбақыт Нұрпейісқызы. Сабақтың тақырыбы зарзаман өкілдерінің идеяларын түсіндіру. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты: Қазақ ұлттық мемлекеттілігінің тарихи тағдыры туралы зарзаман өкілдерінің идеяларын түсіндіру. Қазақстандағы қоғамдық саяси ойдың дамуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесін бағалау. Сондай-ақ сабақ мақсаты 19 ғасырдағы қоғамдық саяси ойдың дамуына зарзаман өкілдерінің қосқан үлесін бағалау. Бағалау критерийлері: зарзаман ақындарының қоғамдық саяси бағыттағы ойларын анықтап, тарихи тұлғалардың көзқарастарын зерттейміз. Зарзаман ақындарының өзіндік ерекшеліктеріне баға береміз. Зарзаман ақындары қазақ әдебиеттану ғылымына алғаш рет 1927 жылы Мұхтар Әуезов енгізген термин. Зарзаман кезеңінде ғұмыр кешіп отарлық езгіге түскен қазақ халқының тағдырын мұң-зармен жырлаған ақындар шоғыры. Зарзаман ақындары шоғырының белгілі өкілдері Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Әбубәкір Кердері, Албан Асан, тағы басқалар. Әуезов зарзаман ақындары дәуірін Абылайхан тұсынан Абайға дейінгі 100 жылға ұластырып Нарманбетпен аяқтайды. Зарзаман ақындары тұсынан қазақ әдебиеті жазбаша сипат алатынын атап көрсетеді. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы бұрынғы қалыптасқан құндылықтардың өзгеруі, елді басқару жүйесінің басқа сипатқа ауысуы, отаршылдықтың белең алуы, халықтың қатты күйзелуі зарзаман ақындарын тарих сахнасына шығарған. Зарзаман ақындары халқының жай-күйін ойлаған ұлт қайраткерлері ретінде танылды. Олардың шығармалары халықтық салт дәстүрлері қаймағы бұзылмаған қалпында сақтауға, ұлттық болмыс бітімімен ажырамауға үндейді. Зарзаман ақындарының өлеңдерінің мәні: Ресей империясы отаршыларының озбырлығы мен сұрқия саясаты зарзаман ақындарының өлең жырларында жан-жақты суреттеледі. Қазақ халқының шұрайлы жерлерін тартып алып, ұрпағын аздырып, діннен аулақтату сықылды империялық пиғылдың жүзеге асуына қарсыласу қозғалысы. Зарзаман ақындарының қайраткерлік поэзиясын өмірге әкелді. Зарзаман ақындарының шығармаларында сарыуайымға салыну, қайғы-мұңға берілу сарыны да байқалады. Бұл кезең ақындары келер күннен үміт жоқтығына налиды. Тығырықтан шығаратын жол таппай қиналады. Зарзаман ақындарының өлең жырларында елмен қоштасу, туған жердің өткенін аңсау сарыны орын алған. Жалпы ауа көшу, қонысты тастау ұғымы көптеген халықтардың фольклорлық шығармаларына тән. Талауға түскен елден кетіп, жайлы жер, ыңғайлы қоныс іздеу идеясы еркіндік, бостандыққа ұмтылу мұраттарымен орайлас келді. Ал енді оқушылар, зарзаман ақындарына тоқталайық. Дулат Бабатайұлы. 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Дулат Бабатайұлы. Ол 1802 жылы Семей өңірі Аягөз маңында дүниеге келген. Ауыл молдасынан оқып, хат танып, мұсылманша сауатын ашады. Өзіне дейінгі әдебиет үлгілерінен мол сусындап, көне ақын жыраулар мұрасынан ескі тарихи аңыздар мен эпикалық жырларды тыңдап, нәр алып өскен. Ол өз дәуіріндегі ең білімді адамдардың бірі болды. Қазақ даласындағы дәстүрлі хандық басқару жүйесін жою саясатын орнықтырған, Ресей империясының 1822-1824 жылдары шығарған қазақ даласына басқару жөніндегі ережелеріне қарсылық Дулат шығармаларының тақырыптарында стильдік жанрлық ерекшелігін айқындады. Дулаттың уытты, шыншыл сөздерінің кімдерге арналғанын, оның халыққа емес сыйымды, парақор баспақ биіңді, ел бүлдіргіш бегіңді улы тілмен улаттым деген өлең жолдарынан көрініп тұрады. Сауыр жерден айырылып, қазақ елі жұқарды.
сауыр емес шап болды. Заманға сай адамы қу заманға сұнбашы, сорымызға тап болды, деп патша үкіметін отарлау саясатын билік басшыларының әділетсіздігін айтады. Жыршының аты жыршы ма, әркімнен өлең жаттаса, сөз жібек жіп, жыр кесте, айшығы айқын көрінбес, өрнексіз қылып баттаса деп ақындардың өзіндік ерекшеліктерін сынға алды. Шортанбай Қанайұлы. Шортанбай Қанайұлы 1818-1881 жылдары дүниеге келген. Ақынның философиялық толғауларының бірі Зарзаман деп аталады. Шортанбай ақын үлкен адамгершілік мәселесінде жоғары бағалап, оның осындай қиын жағдайларға түскеніне қорғаныстан өзіміздің тұрмыс салтымыздағы төл ерекшеліктерімізді сақтап қалуға, оны бұзбауға әрекет жасады. Шортанбай ақын қоғамдық санада болып жатқан өзгерістерді, қазақ даласына енген жаңалықтарды, қазақ қауымының жаңа тұрмыс салтына ұмтылуын өз көзімен көрді. Олардың куәсі болды. Ол өмірдің осы жағын жырлай отырып, қазақ халқының болашақ мақсат мүддесін қорғады. Мынау ақыр заманда алуан жан шықты, арам-араз хан шықты, қайырымы жоқ бай шықты. Сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты, кедей қайтып күн көрер. Сол себепті қорқамын деп заманның түнеріп келе жатқан қара бұлтын ашық көрсетеді. Шортанбай Қанайұлы қазақтың бойындағы адами қасиеттердің айни бастағанын, ұлттық тұрпаты мен елдік сипатының бұзылғанын былай деп көрсетеді. Заман ақыр кезінде ұл сыйламас атасын, қыз сыйламас енесін, ер жеттім деп егесіп, салыстырар денесін деп қазақтың қанында жоқ жат қылықтардың өріс алып келе жатқанын ашына жырлап ескертеді. Кимелеп келе жатқан кесапаттың кері кеткен сайын кейпіне ашынады. Мұрат Мөңкеұлы 1843-1906 жылдары қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге келген. Жасынан жетім қалып, ағасы Матайдың қолында тәрбиеленген. Ауыл молдасынан білім алған Есетбей мен Абыл ақыннан өнеге алып, өзі мұрын жырау Сеңгірбайұлына ұстаздық еткен екен. Мұрат Мөңкеұлы 17 жасында жылқышы, 20 жасында бала ораз, 25-інде жаскелең, жан толы, шолпан, тыныштық деген ақындармен айтысып жеңіп шыққан. Ол өзінің өжет мінезі, қағытпа жүйріктілігі, тапқырлығымен әрдайым жеңіске жетіп отырған. Зарзаман ақындарының ең беделді өкілдерінің бірі Мұрат Мөңкеұлы болып табылады. Қоныстың бәрін жоғалтқан ноғайлы қазақ надан жұрт бірлігінің келгісі деп ол тығырықтан шығар жолды білімнен іздейді. Мұрат өз заманын адамгершілік жағынан озған, отбасы қатынастарының бұзылған заманы дейді. Ол заманның бұзылуының, қайғы қасіреттің үйірілуінің себептерін іздеп, өз заманының күйіне пайымдаулар жасайды. Дегенмен, қазақ халқы Мұраттай біртуар азаматтардың арқасында осындай қиын жағдайға қарамастан өзінің рухани мәдениетін, оның төл ерекшеліктерін сақтап қала алды. Ата қоныс мекенін, жер суын, тұтастығын аман сақтап, кейінгі ұрпаққа қалдыра білді. Үш қиян өлеңінде: мен қауіп еткеннен айтамын, ақ борықтай иілген кейінгі туған баланың, ұстайма деп білегін, шаяма деп жүрегін, шашын мұртын қойдырып, ащы суға тойдырып, бұзама деп реңін, адыра қалғыр заманның, мен жаратпаймын сүреңін деп, қазақтың болмысының өзгеруіне ықпал жасайтындығын, осындай қауіптерден сақтану керектігін пайымдайды. Ал енді оқушылар тақырыпқа байланысты мәтінмен жұмыс жасайық. Зарзаман өкілдеріне қатысты ақпараттармен жұмыс жасап отырып, дескрипторлар бойынша ақын жыраулардың шығармашылығын зерттеу. Бұл жерде Бұдулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Әбубәкір Кердері туралы оқулықпен мәтінмен жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ
дескрипторлар бойынша шығармашылықтарын зерттейміз. Дескриптор зар заман ақындарының туған жерін анықтайды, зар заман ақындарының шығармаларын анықтайды, зар заман ақындарының шығармаларының маңызын ашады. Бірінші тапсырма. Ақындар: Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Әбубәкір Кердері. Ал енді оқушылар бірінші тапсырманың дұрыс жауаптарын салыстырайық. Өте жақсы. Барлықтарыңыз осылай орындады деген сенімдемін. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Зар заман ақындарының жырынан қоғамдық саяси бағытты анықтаңыздар. Дескриптор: зар заман ағымы өкілдерінің отаршылдық саясаттан төнген қауіпті ажырата білгенін талдайды. Зар заман ағымы өкілдерінің идеологияларының құндылығын бағалайды. Жыраулар сол кезеңдегі саясаттан қандай қауіпті болжаған? Зар заман ағымы өкілдерінің идеологияларының құндылығы неде? Осы екі сұрақтың төңірегінде Мұрат Мөңкеұлы, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы сияқты зар заман ақындарының қоғамдық саяси бағыттағы ойларын анықтаңыздар. Сонымен 19 ғасырдың ортасына дейін елдің өткен еркін өмірін аңсап, ұлтты рухани құндылықтарынан ажырамауға шақырған зар заман ақындары патшалық Ресейдің отаршылдық өктемдігіне көнбеді. Болыс басшыларының парақорлығын, қазақ билерінің әділетсіздігін, қоғамда орын алған келеңсіздіктерді сынға алды. Отарлық езгі жағдайында ел бірлігі мен ұлт тұтастығын сақтауға шақырды. Енді оқушылар тақырыпқа сәйкес бүгінгі сабақтан кері байланыс жасайық. Берілген тақырып бойынша бұрыннан білетінім, мәтінді оқып жаңадан білгенім, болжамдар, тың ақпараттар білдім. Осы кесте бойынша өздеріңіздің бүгінгі сабақтан кері байланыстарыңызды жасап өтіңіздер. Үйге тапсырма. Қазақ ұлттық мемлекеттілігінің тарихи тағдыры туралы зар заман өкілдерінің идеясын түсіндіріп, эссе жазыңыз.